Ертеде орман шетінде ата мен әже өмір сүріпті. Бір күні әже: «Қалқам, бауырсақ пісіріп берейін бе?» дейді атаға. Ата қуанып келседі. Апа қамыр илеп, бір дөңгелек сары бауырсақ пісіреді. Сөреде жатқан бауырсақ кенет оянып, ойын баласындай секіріп домалап кете жөнеледі. Жолда оған қоян кездеді. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін». Бауырсақ ән шырқайды. «Атамнан да қаштым, әжемнен де қаштым. Енді сенен де қашып кетемін», деп домалап кете барады. Домалап келе жатса, алдынан қасқыр шығады. «Тоқта, мен сені жеймін». Бауырсақ тағы да әнін айтып, қасқырдан да қашып кетеді. Жолда аю кездеседі. Ол да жегісі келіп: «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін». Сонда бауырсақ әнін айтып, оған да ұстатпай сырғып кетеді. Ақыры жолдан айлакер түлкі кездеседі. Түлкі күлімдеп: «Әнің қандай әдемі. Қайтадан айтшы». Мақтанып кеткен бауырсақ түлкінің тұмсығына мініп алып, әнін қайта шырқайды. Сол сәтте түлкі бауырсақты бір-ақ жұтады. Сөйтіп мақтаншақ бауырсақ айлакер түлкіге жем болады.